Азан KZ ислам ағарту порталы ұсынады. Салаватқа қатысты Аллах Тағала өзінің қасиетті Құранында «Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима» дейді. Расында Алла және оның періштелері пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтады. Ей иман келтірген пенделер, сендер де оған салауат айтыңдар дейді. Біздің көбіне ғапылдықта жүргендігіміз соншалықты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға деген салауатты ұмытып қойғанбыз. Салауаттың не екенін білмейміз, салауаттың қадір қасиетін білмейміз. Ол бұл дүниеде тіпті біздің басымызға түскен қиындықты кетіретіндігін де түсінбейміз. Тіпті басымызға, егер де басымызға бір қиын іс түсіп, көңіліміз қатты түскен кезде де, егер де пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтатын болсақ, көңіліміз жадырап, басымызға түскен қиындықтан құтылуымызға да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту себеп болады. Мысалы, соған қатысты қиссаны айта кететін болсақ, бір күні бір кісі қарызға қатты батып 500 динар жинау керек болады. Сонда бір саудагерге барып, саудагерден 500 динарды алып, әлгі қарыз адамдарына бөліп береді. Саудагерден де белгілі бір мерзімге дейін алады. Әлгі уақыт мерзім келген кезде, уақыт жетіп келгенде, саудагер де келіп бұл кісіден 500 динарын сұраған кезде, бұл кісі 500 динарын қайдан аларын білмей, саудагерге өзірін айтады. Сонда әлгі қатты ашуланған саудагер қазыға барып, істі қазыға көтеріп, қазы бұл кісінің де әлгі саудагерді де шақырып алады да, жаңағы қарызға батқан кісіге қарызын өтеуді талап етеді. Сонда сол жерде қазыға да өзірін айтқан кезде, қазы бұл кісіні қамауға бұйырады. Сонда бұл кісі қатты қайғырып, қазыдан өтініш қылады. Мені бір күнге үйге жіберіңізші, ертеңге дейін үйге мені жіберіңіз. Үйге барып отбасымменен қоштасып келейін. Отбасыма басыма түскен қиындықты, басыма түскен жағдайды айтып келейін дейді. Сонда әлгі қазы, сенің бұл сөзіңе не кепіл болады? Мен саған қайдан сенейін, қайдан білейін, сенің ертең келетіндігіңе кім кепілдік болады дейді. Сонда әлгі қарызға батқан кісі айтады, менің ертең келетіндігіме пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кепілдік болады дейді. Егер де ертең мен келмесем, мені пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үмметінен емес деп жазыңыз дейді. Сонда бұл кепілдіктің қадір қасиетін білген қазы бұл кісіні бір күнге жібереді. Үйіне барып, әлгі кісі әйеліне барып басына түскен жағдайды айтып, қазының қалай жібергендігін айтқан кезде, әйелінің де салихалығы соншалықты, ақыры пайғамбарымызды кепілдікке қойып, бір күнге зынданнан шыққан екенсіз, онда келіңіз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтайық дейді. Сонда екеуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып отқан кезде ұйықтап кетеді. Түсінде әлгі кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды келеді. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар. Мән раани фил манам фақад раани хаққа. Кімде-кім мені түсінде көретін болса, онда ол мені шынайы көріпті дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісіге, ей пәленше қарызға батқан жан, сен уәлиге барда 500 динар сұра, мен айтты деп айт дейді. 500 динар берсін, сенің қарызыңды жапсын дейді. Егер де ол саған сенбейтін болса, менің дәлелім бар деп айт дейді. Уәлиге айт, ол күніге түнде 1000 рет маған салауат айтады. Соңғы түні санақтан қателескен кезде біз оның салауатын толық 1000 етіп қабыл алдық деп айтып бар дейді. Сонда осыдан кейін ұйқысынан оянып кетіп, түсін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды түсінде көрген қарызға батқан кісі көңіліне жылу орнап, уәлиге барады. Уәлидің есігін қағып, мен осындай пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түсімде көрдім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам саған бұйырып айтып жатыр дейді. Менің 500 динар қарызымды өтесін дейді. Сонда әлгі уәли түсінбей, сенің бұл айтқан сөзіңе не дәлел дейді. Мен қайдан білейін сен түсіңді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көрген дейді. Сонда бұл қарызға батқан кісі айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай айтып жатыр дейді. Сен күніге түнде 1000 рет пайғамбарға салауат айтады екенсің, бірақ соңғы күні санақтан қателесіпсің, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны толық етіп қабыл алды дейді. Сонда бұл сөзді естіген әлгі уәли сол жерде не істерін білмей сасқалақтап
әлгі қарызға батқан жанды құшақтап еңіреп жылай жібереді. Байтул малдан 500 динар алып, әлгі қарызға батқан кісіге қарызын өтеуді бұйырып, өзінің қалтасынан әлгі хабармен сүйіншілеп келгендігі үшін қасына 2000 динар қосып береді. Сөйтті бары қазыға барда қарызын өте дейді. Әлгі кісі, қарызға батқан кісі 500 динарды алып қуанып қазыға келген кезде қазы есікті ашады. Қазы қуанышпенен күтіп отыр екен. Мына қарызға батқан кісіні қазы қуанышпенен күтіп отыр екен. Сонда қарызға батқан кісіні қазы да құшақтап еңіреп жылайды. Мен сенің берекетіңменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түсімде көрдім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам менің түсіме кіріп, егер де сен мынау қарызға батқан жанның қарызын өтейтін болсаң, қияметте саған менің шапағатым болады дейді. Әлгі қазы 500 динарды қарызға батқан кісіге дайындап отыр екен. 500 динарды беріп, қарызын өтеуге жіберіп жатқан кезде есігін тоқылдатып, әлгі қарыз берген кісі келеді. Есігін ашса, әлгі кісінің де көзінде қуаныш, қарызға батқан жанды құшақтай келе жылап, еңіреп, кештім сені, кештім деп жылап жібереді. Сонда әлгі қарыз алған кісі түсінбейді. Бұл қарыз берген, кешіргеніне кеше андай әңгіме айтып жатыр еді. Қазыға өзі жетектеп сүйреп алып келді дейді. Сонда әлгі қарыз берген кісі айтады, мен түнде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көрдім дейді түсімде. Егер де сен қарыз алған адамның қарызын кешіретін болсаң, онда біз сені қиямет күні кешіреміз дейді. Міне саған 500 динар деп, мен сенің қарызыңды кештім, және үстіне қосымша саған 500 динар бердім дейді. Қараңыздар, мына қарызға батқан кісі басына қиындық түскен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтты. Сол салауат себепті қарыздарынан құтылды. 500 динар қарыз адам 2000 динарды арқалап үйіне алып қайтады. Біздің ең үлкен қателігіміз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға деген салауат айтуды білмейміз. Күнделікті 100 рет болса да біз пайғамбарымызға салауат айтуымыз керек. Негізінде пенде баласы өмірінде бір рет салауат айту парыз болып есептеледі. Ал енді оны күнде айтатын болса, онда нұр үстіне нұр, басына түскен қиындықтан арылады. Қарыз болса қарызынан құтылады. Егер де көңілі түсетін болса, көңілі көтеріледі. Сол үшін біз үнемі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып жүруіміз қажет болады.